Сәлем баршаңызға. Осындай қытырлақ ақуызды салмасымен дайындалатын ерекше дәмді болып шығатын печеньяның рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер және ең шетте тұрған колокольчикті баса кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның соңындағы описанияға қалдырамын. Ұнымызды електен өткізіп ыдысымызға салып, үстінен шым-шым тұз саламыз. Қант ұнтағы мен ванилинді араластырып саламыз. Содан соң сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай крошка пайда болу қажет. Қолымызбен үгітіп біркелкі қалыпқа келтіріп аламыз. Үстінен қаймағымызды саламыз. Және сары уызымызды салып жақсылап араластырып, күрекшемен араластырып аламыз бірінші. Содан соң қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды жақсылап билеп алғаннан кейін сыртын целлофанмен орап, пищевой пленкамен орап немесе холодильникқа 15 минутқа қойып қоямыз. Ақуызымызға шым-шым лимон қышқылын салып, миксеріміздің жай жылдамдығына, ең басына жай жылдамдыққа айналдырамыз. Содан соң кішкене жылдамдығын күшейтеміз. Бізде ақ көпіршіктер пайда болған кезде үстінен жаймен қантымызды салып отырылып араластырамыз. Миксерімізді қатты жылдамдыққа қойып, біртіндеп қантымызды салып отырып араластырамыз. Бізде осындай аппақ болып шығу керек, ақуызымыз көтерілу керек, өзінің формасын ұстау керек, және бұл жерде көп араластырып қоймау керек. Осылай ыдысымызды төңкерген кезде ақуызымыз ақпау керек, өз формасын ұстау керек. Біздің ақуызымыз дайын. Міне, қамырымызды алып, қамырымызды екіге бөліп, әр бөлікті 10 бөлікке бөлеміз де осындай домалақ шариктар жасап аламыз. Кәдімгі домалақ бауырсақ пісіргендей жан-жағын айналдырып осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Негізінен бұл қамырдан 20 дана печенье шығады. Әр қамырды екіге бөлгенде бір бөлігінен 10 штук шығаруымыз керек. Өлшеп отырып, шамамен 23-25 граммға дейін өлшеп аламыз, немесе көз мөлшерімен де істесеңіздер жақсы болады. Біркелкі әдемі болып шығады. Осылайынан мына шариктарға келтіріп аламыз. Қолымызбен дөңгелетеміз. Содан соң әрбір осы дөңгелектерді жұқа етіп жайып аламыз видеодағыдай. Содан соң бір шай қасықтай ақуызымызды салып, шетінен бастап 4 бөлікке ораймыз. Шет-шеттерін жақсылап жапамыз, себебі ақуызымыз ағып кетуі мүмкін. Біздің 4 қабатымыз, 4-ші қабатқа мұны. Сосын вилкамен жан-жағын бастырып шығамыз. Ол ақуызымыздың ағып кетпеуіне байланысты.
Осылай формамызға пергамент қағазын жайып 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Печеньеларым шамамен 15 минуттай пешімізде тұрды. Үстінен қант ұнтағын сеуіп, ыстық күйінде қант ұнтағын сеуіміз керек. Сол кезде осындай әдемі болып шығады. Келген қонақтарымызға осылай ұсына беруімізге болады. Жасап көріңіздер.